жыл соңына дейін бізде қазақ күресінен әлем чемпионаты болады. Тұңғыш рет асық атудан Азия чемпионаты болады. Тұңғыш рет саятшылықтан, саятшылық дегеніміз құсбегілік, содан әлем чемпионаты болады. Одан да бөлек бірнеше республикалық жарыстарымыз бар. Жалпы Түркістан түркілердің мәдени астанасы деп те бекітілді. Немесе түркі әлеміне Түркістан Қожа Ахмет Яссауи кесенесі десек, ол бір ерекше бір құрметке ие. Біздің жәдігерлеріміздің бірі ғой. Сол себептен де ол Түркістанда өткізу. Оны да біз Азия кубогы деп статусын бердік. Ол статус бергеніміздің өзі бір заңнамалықтарға сәйкес бір өзіндік пайдасын тигізеді. Себебі жай әшейін тұран барысып турнирі қылатын болса, ол призовой фонд беруі мүмкін. Ол спортсмендерге жақсы. Жаттықтырушыларға ештеңе жоқ. Мына жерде Азия кубогы деп белгіледік, ол заңнамалық тұрғыда осыдан жеңімпаз болған спортшылардың жаттықтырушыларына келесі Азия кубогына дейін 30% үстемақы береді. Жалпы 7 мемлекет қатысады. Ол енді олимпиадалық жүйе бойынша өтеді.